денсаулығың мықты болсын. Жұбайың менен, балаларың менен аман есен жүре бер. Алдан келген бабасының тұлпары. Бауырым, туған күнің құтты болсын, деніңе саулық, туған үйіңмен бақытты өмір кешуіңе шын жүректен тілектеспін. Ортаншым, бүгінгі мерейлі 50 жасың құтты болсын. Саған бар жақсылық тілейміз. Ең бірінші денсаулық, денің сау болсын. Арамызда ойнап күліп жүре бер. Құрбан айтқанымыз ол қыздарымыздың қуанышына кенеліп, өмірдегі бар жақсылық тілейміз. Денің сау болсын. Қалайсыздар? Қал жағдайларыңыз жақсы ма? Ел-жұрт аман ба? Ал Құдайке, мынау 50 жасыңыз құтты болсын, 50-ге толдыңыз. Сізге зор денсаулық тілейміз. Мына Құдай егеуіңіз, Алланың берген өмірін сүріп, бақытты болыңыздар. Өсіріп отырған балалардың, қыздардың қызығын көріп, өсіп өніп, ар шаңырақта бақ береке болсын. Сіздерге бақыт тілеймін. Жастарыңыз ұзақ болсын. Ары қарай сөз жалғастыруға құдағиларыңызға берейін, сөзге берейін. Ал не дейміз, саламатсыздар ма, құда-құдағи? Құда келе жатқан, туған күніңіз құтты болсын. 50 жасыңыз. Жасыңыз ұзақ болсын. Құдай берген өмірді сүре беріңіз. Мына бала-шағаның қызығын көріп, қуанышқа тоймай жүре беріңіз. Өмірдегі бар жақсылық тілеймін сіздерге. Туған күніңіз құтты болсын. Тараздан дұғай сәлем Оралға. Бақытты болыңыздар. Мәпелеп өсірдің, мейірім сыйладың жаныма, шуағын төктің арайлап атқан таңыма. Аллаға шүкір, тағдырыма мен ризамын, өмірімде менің өзіңдей әке барына. Қиындықты жеңе білген төзіммен, үлгі алып келеміз тәлімі мол сөзіңнен. Салмақтылық, сабырлық деген не екенін үйрендік әке өзіңнен. Ақ жүрегіңнен, жүзіңнен жылу сезілген, мейірімділік байқалып тұрады көзіңнен. Қарапайымдылық, адалдық деген не екенін үйрендік әке өзіңнен. Сындардан сынбай, қайғыға қарсы тұра алдың, сөзіңмен демеп, жанымызды шын ұғалдың. Көңілге қаяусап, лайықты перзент болмасақ біз үшін әркез лайықты әке бола алдың. Ассалаумағалейкум баршаларыңызға. Құрметті папа, бүгінгі келіп жатқан туған күніңіз құтты болсын. Ғұмырыңыз ұзақ, өміріңіз шуақты, көңіліңіз тыныш болсын. Еш ауырмаңыз, аман жүріңіз. Бала-шағаңыздың, ұрпақтарыңыздың қуанышына, қызығына куә болуды нәсіп етсін. Тек жақсылықтар тілейміз. Біздің үйдің бәйтерегі, ақылшымыз, Асқар Тауым әкешім, мерейлі 50 жасыңызбен құттықтай отырып, жаңа жасыңызда мықты денсаулық, қажымас қайрат, ұзақ ғұмыр тілейміз. Бізге қамқор болып, тура жол көрсетіп, отбасына тірек бола білдіңіз. Анашым екеуіңіз біздің қызықтарымызды көріп, бір жастықта қартаюды нәсіп етсін. Біз сізді жақсы көреміз.
Құрметті менің әкем, сізді келіп жеткен туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймын. Мен сізді жақсы көрем. Денсаулығыңыз мықты болсын. Сізден аларым өте көп. Ешқашан ауырмаңыз, мұңаймаңыз. Сіздің осындай артыңызда қорған болатын ұлыңыз тұрғанда еш нәрседен қысылмаңыз. Сізге мен көп рахмет айтам. Маған ылғи да қолдау беретініңізге, қолдау білдіретініңізге, қасымнан табылуға тырысатыныңызға мен сізге рахмет айтам. Мен сізді жақсы көрем. Ал әке, келіп жеткен туған күніңіз құтты болсын. Мен жазған өлең шумақтары сізге арналады. Жұмыс десе нық тындырып бір тізетін, жүрмей тұрған көлігін жүргізетін, қане балам отыр менің алдыма деп бала кезден көлігіне мінгізетін, шаруа болса үйге ол көп келмейтін, жұмыс десе басқасына мән бермейтін, әкетайым сенің арқаң бүгінгі күн, сен болмасаң не істерімді мен білмеймін. Жетілді ұл қыздарың сен өсірген, бала кезде көп шолап үй көшірген, сол кездерде ұрысқанмен бір ұрмадың, қатемізді түзедік сен кешірген. Сен мықтысың, нағыз жігер мына сенде, сол мықтылық жоқ тіпті іздесең де, сол мінезді үйренсем ғой мына менде, түсінгенім сендей жан кемде кембе. Мен ұқтым, сенсіз мен ешкім екем, әншейін суреттегі кескін екем. Сабырлы жан әлемдегі мен іздеген, шаң басқан, киім киген ол сіз екен. Келіп жеткен туған күніңіз тағы да құтты болсын. Мен сізді жақсы көрем.